Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы ең оңай женттің рецептісімен бөліскім келеді. Бізге қажетті заттар: талқан, сөк талқан менде, құмшекер, сары май және бал. Ең алдымен майлылығы 72-82% сары майымызды өте жай отта ертіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны аяғына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ерітілген сары майымызды табаға құйып аламыз. 560 грамм сары май, 500 грамм талқан, менде сөк талқан. Содан соң шамамен 200-250 грамм құмшекер және бал, 200 грамм бал. Талқанымызды бір келке етіп, жақсылап осылайынан араластырып шығамыз. Женттеріңізді осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, дәмі керемет болып шығатынына сенімдімін. Қасықпен кішкене бөліктерден алып, осылайынан өздеріңіздің қалаған формаңызды жасасаңыздар болады. Біздің балдай дәмді женттеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет.